Дәл қазір дауыс беру уақытының аяқталуына шамамен 1 сағаттай уақыт қалды. Ал сағат 8-де батыс өңірінен басқа аймақтардың барлығындағы сайлау учаскелері дауыс беру уақытын жабық деп жарияланады. Батыс Қазақстанда 1 сағат айырмашылығы болғандықтан сәйкесінше бұл өңірде дауыс беру 1 сағат кешірек аяқталады. Осы уақытқа дейін келіп түскен барлық ақпаратты орталық сайлау комиссиясындағы әріптесім Талғат Уәли назарында ұстап отыр. Қазір ол бізбен байланыста. Талғат, кеш жарық байқаушылар нендей жаңалықтармен бөлісті? Кеш жарық, Ғани, бізде тікелей эфир болғандықтан ақпараттар сәт сайын өзгертіп жатыр. Ғани, сондықтан мен сайлаушылардың дауыс беру белсенділігі жөнінде де бірер ақпар айта кетейін. Менің қолыма жаңа ғана келіп түскен қағаздарға сүйенсем, Алматы облысы 92% тұрғындары дауыс беріп үлгеріп, бұл көш басынан шықты. Ал сайлауды бақылауға келген байқаушыларға қатысты айтатын болсам, олар жайлы аз кем ақпарат. Біздің елдегі саяси доданы қадағалауға келген байқаушылар бұған дейін де өзге елдерде өткізілген сайлау науқанын қадағалаған, яғни кәсіби мамандар. Демек, біздің елдегі сайлау жайлы да әлемдік қауымдастық тек шынайы әрі кәсіби мамандардың пікірін білеттеуге толық негіз бар дейді орталық сайлау комиссиясының мүшелері. Дәл осы жерден орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлопкованың берген сұхбатынан үзінді тыңдауды ұсынамын. Бізге халықаралық байқаушылардың 3 санаты келіп отыр. Олар ОБСЕ, ТМД және Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссияларының өкілдері. Мұның барлығы Қазақстанда өтіп жатқан сайлау жөнінде әлем елдері кеңінен ақпарат алулары үшін жасалып жатыр. Әзірше байқаушылар қандай да бір заң бұзушылық болды деген ақпар айтқан жоқ. Ал Корей елінен келген байқаушылар болса, сайлау жүйесіне заманауи технологияларды енгізу жөнінде өздерінің еліндегі тәжірибені бізбен бөлісуге әзір екендіктерін айтып отыр. Сондай-ақ Таңшыға елінен келген делегация Қазақстанмен сауда-экономикалық қарым-қатынасында нығайтуға ниетті екендерін айтып отыр. Қазақстанның 국민의 뜻에 따라 Мәжіліс пен мәслихат сайлауы мерекелік көңіл күйде өтіп жатыр. Заң тұрғысынан да барлық қағидалар сақталуда. Тұрғындардың сайлауға деген қызығушылығы да жоғары. Өзім аралаған учаскелерде барлығы ойдағыдай өтуде.